Қуаныш Нүкешевтің күйі «Шабыт». Күрделі күй. Іліп алатын лигасы кездеседі, басып алатын лигалары бар, қатты үлеске түседі лигалары. Сол жағынан кішкене қиындық туады. Өлшемі 4/4. Біз қазір екпінмен ырғақты бірге қосып, баланы сезіндіріп ойнауға тырысамыз. Соны үйренеміз. Темпті бөлек тыңдау және темпқа ритмді қосу. Темпі міне 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Бірақ біз санайық 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Ыңғайлы болады. Қазір оң қолмен ғана ырғағыңды көрсетейік. Санап ал. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 1-ге, 2-ге, санап отыр. Мен 2 дегенде қатты үлесте, сенде қағыс жоқ. Бірақ сен оны сезіну керексің. Сен оны құлақпен есту керексің. Тағы да оң қолмен ғана 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Жақсы. Енді сол қолыңды қосайық. Осы бірінші жолына. Іліп алатын лига бар, басында лигасы бар, соны көрсет. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге. Аружан, тағы да лигаңды жақсылап тұрып іліп ал, қатты үлеске. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге деп іліп аласын, қатты үлесіңді сол қолмен көрсетесің. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге, 1-ге. Оп! Мынау екпінін естіп, сезініп отырсаң, басқа балалармен қосылғанда ансамбльде сен шатаспайсың. Өз ырғағыңды нақты ұстап отырасың. Екінші жолын көрейікші. Мынау си бемоль,